Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бұл видеода мен сіздерге продающий stories, яғни макет жасаудың видеосын көрсетемін. Бізде ол екі приложение арқылы жасалынады. Біреуі Mojo, біреуі Storychick. Ең алдымен Mojo деген программа арқылы мен сіздерге көрсететін боламын. Бұл жерде минимализм деген стилінде өзіңізге қажетті анимационный видеоларды алсаңыздар болады. Мысалы, мен мынаны алайын, иә. Біріншісін, осы екі сурет тұрады. Осы екі суреттің біреуіне жоғары жағына бассаңыздар, өзіңіздің галереяңыз ашылады. Сол галереяңыздағы фотоларды қоясыз. Астындағысына мынаны қояйық, иә, мысалға. Осындай етіп екі видеоны қойдық. Екі суретті карандаштың суретіне бассақ, бұл жерде біз текст салсақ болады. Мысалы, мынандай текст салайық, иә. Үстіне басып, бұл жерде редактировать етуге болады. Мынаның үстіндегісін кетіріп тастап, stories деп жазып қояйық, иә, мысалы. Stories макет деп. Осы stories макет деп жазғаннан кейін окей деп басамыз, ол бізде автоматты түрде осындай болып шығады. Одан кейін біз музыка қоссақ болады. Музыка, мысалы, мынаны алайық. Сонан кейін сохранить деп бассаңыз, бұл сізде сақталып болғаннан кейін осындай әдемі stories макет дайын болады. Бұл stories макет арқылы сіз өзіңіздің тауарыңызды немесе өзіңіздің курс марафондарыңызды оңай түрде сатсаңыз болады. Готовы деп өзіңіздің қалаған нелеріңізді поделиться деп Инстаграмға, мысалы, или WhatsAppқа өзіңіз поделиться етсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Түсінбесеңіз, міндетті түрде комментарий жазып, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.